жазушы Ақан Нұрмановтың «Құланның ажалы» романынан үзінді ұсынамыз. Құлан өткен түні бейітке түнеп шыққан. Елден қашып, Сөрелдегі құрақты көл басында отырған ауылдан таңғы салқынмен аттанып кеткен еді. Содан суыт жүріспен қабырға бойына құлап, Талдыөзектегі бір ауылдан түс ауа қымыз ішкен. Әуелде сол ауылда қонып қалатында ниеті бар еді, бірақ ауыл адамдарының шырайын жаратпады. Мұның атын естігеннен кейін бұлайша сырттай жылтырап жалпылдаса да, қайсы бір белсенділеулері, әсіресе ауылнайы, мұның шыққан жерін, барар бағытын тәптіштеп сұрастыра бергені сезік тудырды. Айтқан сөздері де кілең ауылдағы жаңалық, байлардың еңсесі түсе бастағаны, байдың құйыршықтарын құрту деген сияқты. Құланды да бұлар бай құйыршықтарының біріне жоритын болуы керек. Олай болса бұлар ұстап беруден тайынбайды. Тапсырма барау, жөн жобасын хабарла деген деп ойланған Құлан ол ауылдан тез аттанып кетті. Сонан белі босаңси бастаған атпен аяңдатып, Алакөл басына жеткенше көз байлана бастады. Көлдің батыс жағында әудем жерде көп қорым бар болатын. Манағы ауыл адамдарының сөз райынан жүрексініп қалған Құлан көлдің түстігіндегі ошағанның отын маздаған ауылға барып түсуге бата алмады. Бұл ара аудан орталығына тіпті жақын, 40-50 шақырым. Аңдушы милиционерлердің жолын тосып жатпасына кім кепіл? Құланның көңілі не де болса, осы қорым шетінде түн мұнары мен қомақтала көтеріліп қарауытып тұрған қос күмбезді қызыл тамға қонуға ауды. Ел қазағының жеті қараңғы түнде бейітке сабасаң да келмесі өзіне белгілі. Қалың жұрт ішінде осындай қордалы қорымнан қауіп қатерсіз жерді іздесең де таппайсың. Сол ойға бекінген Құлан жаймен аяңдатып бейтке жақындап келді де, атынан түсіп жетекке алып қызыл тамға беттеді. Там үшкісінің бойындай биік. Ені тарлау, биіктігі қолысыным қызыл кірпішті өріп, маңдайшасын иіп келтірген кірер есігі бар. Бұл осы Алакөлдегі бір рудың әруақты батыр дейтін аталарының там еді. Сондықтан жақсы күтімде, тіпті тақтайдан қиған сырлы есігі де болатын. Құлан әудем жер жақындағанда, есіктің жоғарғы жақ саңылауынан от сияқты бір нәрсе лып-лып етіп жарқылдағандай көрінді. Бәтір-ау, бұл жұрда айтатын шайтан оты ма? Әлде бейіт басында жанатын шырақ па екен? Қой, әруақты адамға шайтан қайдан жоласын? Жағылған шырақ шығар деп Құлан әлгінде секем алған жүрегім басты да, есінің ауанымен баяулаған атының да тізгінін қағып қалды. Мал кірмесін деп қазған ордан өтіп, шылбырды тастай салып, енді Құран оқып жіберу ниетімен тізе бүге беріп еді, шаж еткен бөтен дыбыс шығып, әлгінде саңлаудан лыпылдаған Құланның ойындағы шырақ оты әп-сәтте сөнді. Сол-солақ екен тамышы оғаш үнмен күңірене жөнелді. Оқыс шыққан дыбыстан шошынып, бойын еріксіз үрей алып, арқасы шымыр ете қалған Құлан бір тізерлеген күйі қалт тұрып қалды. Өзге адам болса бет алды лағып, қаша жөнелу ықтимал еді. Бірақ өмір бойына жападан жалғыз дала кезген, меңіреу дала түннің күңіренген, қиқулаған, білмейтін адамға кейде ғаламат сұмдық көрінетін үндеріне құлағы қанық. Ол дыбыстардың елерін дәл басып танитын Құлан сәлден соң бойын жиып жүрегін тоқтатты. Сол жүрісінде өмір бойына бір ретте қарада бойын, қарда ізін көрмесе де, ол соқыр сеніммен шайтан жын бері барына сенетін. Бірақ байғыз жылқышы құс сияқты үндері ғана құлаққа жат болмаса, оларды да адамға зиянсыз жәндіктер іспетті деп ойлайтын. Сондықтан жаңағы шаж еткен, сөнген оттың дыбысы екенін, мына күңіренген үн адамнан шыққанын да анық сезді. Бұл шамасы өзін үркітпек болған біреу. Баяғыда көрғап болып Жәуке батырды шошытпаққа әрекет еткен қарға ұрының әңгімесі де есіне түсті. Сығырданы қайнап кетті де, Құлан есікке жетіп барды. Қапсырулы есіктің ар жағы әлі де бақырып шақырған айғай. «Әй, кімде болсаң бері шық!
шық малғұн деп ақырып жіберді ол, есікті қамшысымен бір тартып. Ой, найсап, әруақты қорлап қарашай мұның. Там ішіндегі дыбыс су сепкендей тына қалды. Енді тамды біреудің паналап отырғанына құлан шәк келтірмеді. Мүмкін өзінде басына іс түсіп қашып жүрген бір байғұс болар. Шығай, тимеймін, шық бері, деді құлан жайрақ бірақ ызбарлы үнмен. Там есігі құлақ құрышын кесе шақыр етіп жартылай ашылды да ар жағынан біреудің басы қылт етті. Қорықпай, кімде болсаң шық кәне деп бұйырды құлан өктемінмен. Сол сәт тамнан көлеңке құсап қалтаңдай басып шыға келген адам: ойбай, сіз екенсіз ғой құлан аға, құдай сақтап, құдайдың кез келтіруін ай деп мұрнынан маңқылдап қуана сөйледі. Ту, зәремнің зәртүбіне кеткен ая, мені қара басып сізді бөтен адам деп қорқытайын деп нетіп. Әй, тоқта, әй, сен майлықпысың? Құлан айран асыр болғаны жасыра алмай, алпамсадай әлгі адамның бетіне үңілді. Я, сол өзіңнің майлығың ғой баяғы, кәдімгі маңқа майлығың. Құдайдың дес бергенінде сізбен тап бүгін осы молада кездестіргенін қарасайш. Мені қара басып, әлгі жын айналдырғандай, сізді бөтен қара біреу ме деп? Ал кіріңіз, құлан аға, кіріңіз. Ойбай, майлығыңыз бүгін байып жатыр. Дәл келдіңіз. Әй, майлығай, ауру қалса да әдет қалмайдау. Жарайды, дабырламай өзің бастай бер. Отыңды қайта жақ. Мен бір дәрет алып, Құран оқып жіберейін. Өй, өзің ет асып жатырсың ба? Мынауың бір жас малдың еті ғой, деді құлан дәмдеске түшіркөне танауын төсеп. Дәл таптыңыз, құлан аға, үстінен түстіңіз. Майлық өзіне өзі риза болған кейіппен қорсылдап күліп қойды. Ұразығы мен бөразығы жолда деп, сосын жаңа ымыртта мына сағырдың бір тоқтысын қотанынан алып шықтым. Көптен етке тісім тимей ғашығып жүредім. Апақ-сапақ үңгірде алдым да кеттім қоғанның арасына. Содан бір қалтарысқа сойып, жуып тазалап, терісіне орап, осында кеп от жағып жаңасып жатқанда. Әй, майлығай, баяғы көй-көйді қоя алмағансың ау. Рас айтасыз, құлан аға, рас айтасыз. Ауру қалса да әдет қалмайды деп аяймын ба байдың малын. Байдан көрген қорлығым. Өзің қайдан келесің? Әлі кезбе боп тұрақтай алмай жүрсің бе? Әкеңнің аузын шарбақ пайдан көрген қорлығым. Майлықтың бет аузы әлем тапырық боп кетті. Иненің жасуындай сықсиған көзінде от жалынына шағылысып, бір зәрлі ұшқын ойнады. Шамасы тартқан жәбір жапасы есіне түскен болу керек. Сосын мыңғырлап ашуына қақалас сөзін жалғастырды. Үйің күйгір шарбақпай, ақырында мені ұры деп өкіметке ұстап бергізіп, дуанның түрмесінен шығып келем. Я? Айналайын сәбет, ақтығымды біліп қоя берді. Шарбақбайдың да талай қоясын ақтарып бердім, жазасын тартат деді. Әй, қайда, майлық, сен соған сенген шығарсың, бірақ жаңа низам орнағалы 5-6 жыл өтті. Сол байларыңның әлі шалабы да шайқалмай толықсып отыр ғой. Әй, білмеймін ау, құлан аға. Майлық әңгірлеп тамды басына көтерді. Тіпті қопаңдап та қояды. Шамасы дуаннан біраз хабарға қанып келген тәрізді. Енді соны тыңдайтын адам табылғанына қуанып, айтуға асығып ақ отыр. Торғайдағы өзіміздің елден барған қызметкерлердің үйін біраз сағаладым ғой, құлан аға. Мені жұрт еле қоймайды. Мен сөздерін құлағыма құя беремін. Сонда қонақ күтсіп жүріп, төрелердің сөзін естідім. Өздері сполком дейме, үлкен мәкамада істейді екен. Солар айтып отырды ғой, байларды енді қыспақ қаламыз. Олардың күні өтті, тұнығын шайқаймыз. Өкіметтің берген бағалары солай деп. Солай де. Ал Абақтыдағы жағдайың қалай болды өзіңнің? Айтары жоқ, құлан аға. Абақты жаман ғой, жаман. Әйтеуір тамағы тоқ, ұрып соқпайды. Әкеңнің атымен атайды. Өмірімде ондайды көргенім осы. Бірақ біз сияқты шет жайлап қиыр қыстап өскен адам іш құста боп өліп кете жаздайды екен. Күн санаумен діңкем құрыды.
Майлық мұрнын қорс еткізіп тартып қатты күрсінді. Несін айта берейін, Құлан аға, әйтеуір аман есен құтылдық қой. Басыңның азаттығына не жетсін шіркін.